ертеде Ғасыр деген бабаның Жыл атты жалғыз ұлы болыпты. Жылдың 2 ұлы, 2 қызы болыпты. Үлкені қыз шатақ мінезді болыпты. Десе мә деген сотқарлау, басынан сөз асырмайтын қиқар болыпты. Содырлау болғанмен, әкесі оны бірбеткейлігі, шымырлығы үшін жақсы көріпті. Екіншісі көктем жұрттан асқан көрікті, жаны да нәзік, сұлу қыз болып өсіпті. Нені болса да шын жүрегімен қабылдайтын, сезімталдығы мен көркемдігі үшін оны бәрі жақсы көреді екен. Үшіншісі жас, әпкесіне қарағанда ашық, жарқын, жайдары мінезді, көңілді қыз болып өсіпті. Ол аузын ашса, көмейіні көрінетін адалдығымен, таңғы шықтай мөлдір пәктігімен көпке ұнатты. Ал ең кенжесі күз өте ерке болып өсіпті. Сәл нәрсеге бола ренжіп, бұртиып қабағын түйе қалады екен. Кейде балаларға өкпелеп, әрең іркіп тұрған көз жасын тыя алмай, төгіп жібереді екен. Әйтсе де күзді жомарттылығы үшін, ақ көңілділігі үшін бәрі де ұнатыпты.